Жалпы әйел баласының дәрежесін көтеріп, оны құрметке қатты бөлейтін дін ол ислам діні. Исламнан басқа дінде әйелге соншалықты құрмет қылатын, әйелді соншалықты дәрежеде көтеретін ешқандай дін жоқ. Біз қазіргі кезде айтамыз, әйелдердің дәрежесін ислам көтерді дейміз да. Бұл сөзді айтқан кезде көтерген екен ғой. Бірақ қаншалықты көтергендігін біз түсінбейміз да. Біз қаншалықты ислам әйелдің дәрежесін көтергендігін түсінеміз қашан? Исламнан алдын әйелдердің жағдайы қандай, және исламнан кейінгі әйелдердің жағдайы қандай екендігін білген кезде барып түсінеміз да. Міне сол нәрсені білуіміз үшін біз бірінші істейміз, әйел затының, әйел адамның ислам діні келместен бұрын араб жерінде, мынау Фарсы елінде, Қытай елінде қандай жағдайда болғандығын айтамыз. Бұл жердегі ең біріншісі, ислам діні келмей тұрған кезде әйел деген жаратылысты олар адам құрлы көрмейтін еді. Арабтарда болсын, Қытайларда болсын, олардың ортасында ихтилаф бар еді. Бұл адам ба, шайтан ба деген. Мына әйел адам ба, шайтан ба? Әлде мына әйел жануар ма, адам ба деген тіпті не болған? Өздерінің араларында пікірталас болғанда. Не істейтін болған? Әйелдерді адам құрлы көрмейтін болған. Және де бір пайдаланатын зат секілді болған. Оны сатып алуға болады, сатуға болады. Міне осылай не істеген? Пайдаланған. Және де араб елінде көп тараған нәрсе ол әйел заты қыз бала дүниеге келсе, оны не істейтін болған? Тірідей көміп тастайтын болған. Тірідей көміп тастайтын болған. Аллах Тағала бұл турасында Құран кәрімде келтіреді. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза бушира ахадухум бил-унса. Егерде олар бір әйел затымен сүйіншіленсе, яғни қыз туса, залла вajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Оның не істейтін еді? Түрі қарайып, көңілініп кететін еді дейді ол адам. Ятавара минал қаум. Және де мынау ортадан алыстай бастайтын еді дейді. Неге? Өйткені оған қыз дүниеге келді, абыройсыздық. Өзі тұрып жатқан қоғамнан істейді, алыстай бастайды. Мин суи ма бушира бихи. Яғни өзіне жаман хабармен хабар келгендігі үшін дейді. Яғни қыз бала болып келгендігі үшін қазалда тұрса, басқа жаққа көшіп кетеді. Нақтан адамдар ана пәленше қызды болды деп айтпасын деген секілді. Айумсикуху аля хунин ам ядусуху фит-тураб. Енді сұрақ. Олар бұны мәлпештеп баға ма, әлде көміп тастай ма топыраққа дейді. Әла са'a ма яхкумун. Олар сондай жаман үкім берді дейді. Қандай жаман үкім? Әлгі қыздарын тірілей топыраққа көмеді дейді. Көрдіңіздер ме? Міне осы әдетке айналғандықтан Аллах Тағала Құран кәрімде тағы бір андай аят түсірді. Estaizu billah wa la taqtulu awladakum. Сендер балаларыңды өлтірмеңдер, қыз балдарыңды. Не үшін? Мин имлaqin. Яғни оларды тамақтандырудан қорқып, аш қалады деп өлтірмеңдер. Нахну нарзуқукум ва iyяхум. Біз сендерді де, сендерден туғандарды да арзықтандырамыз дейді Аллах Тағала. Ол кезде не? Екі себеп болғанда, біреуі оны асырай алмаймыз ғой, екіншісі біздің сүйегімізге қара таңба болды дейтін болғанда.
Аллах Тағала не дейді? Біз сендерді де, сендерден туылғандарды да ырзықтандырамыз дейді. Қазақта не дейді? Бір қой артық туса, түп жусан артық шығады деген. Яғни Алланың аятына сай сөздер да. Аллах Тағала Құран кәрімде тағы бір аятта وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ Тірілей көмілгендердің қандай күнәсі бар еді? Олар қандай күнә үшін өлтірілді дейді. Ертең қияметте оларға осындай сұрақ қойылады. Міне, осындай жағдайға дейін естеді, әйел адамдардың дәрежесі не қылды? Барды. Тағы бір сорақы әрекет болды. Ол қандай әрекет? Егер де баласы қайтыс болса, бір кісінің әйелін әкесіне өсиет қылып, мирас қылып тастап кететін болған да. Яғни өзінің келінін атасына тастап кететін болған. Тағы одан кейінгі әйел адамдардың тағы бір сорақ әрекеті болған. Ол әрекет бір батыр болса, бір ақын болса, бір даңқты адам болса, сонымен барып қосылатын болғанда, не үшін? Тұқым алу үшін да. Яғни бір жануардан, бір сәйгүліктен тұқым алам деп біреуді апарып қосасың ғой қазіргі кезде. Исламға дейін сондай болған да. Әлгі батырдың тұқымы менен тарасын деп, әлгі неге барып тұқым алатын болған. Одан кейін ажырасу деген мәселеде ешқандай шек болмаған. Үйленеді, ажырасып кетеді, қайттан алып келеді, қайттан ажырасып береді, қайттан алып келеді, қайттан ажырасады. Яғни бір белгілі бір шектеу жоқ ода. Сөйтеттен істейді, әйтеуір өмір сүре береді да. Сондықтан міне осындай әйел адамның дәрежесі осындай күйге дейін барған. Ал ислам келді. Ислам келгеннен кейін әйел адамның дәрежесін 100%-ға өзгертті. Әйел адамдарды көметін еді. Аллах Тағала не деді? Сендер оларды өлтірмеңдер деді. Және де олар барып зина істеп, басқа біреуге барып қосылатын еді. Аллах Тағала не деді? «Уәлә тақрабу зина» Сендер зинаға жақындамаңдар деді. Міне, дәл осы сияқты пайдаланған зат сияқты болатын еді. Яғни ол сатып алынатын еді, сатып беретін еді. Жоқ, ондай нәрсе емес қазір. Ислам келгеннен кейін әйел адамның дәрежесін көтерді. Не деді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? «Хойрукум ли ахли» Сендердің іштеріңдегі жақсыларың отбасына әйеліне жақсы болғаның деді. Отбасына әйеліне жақсы болған. Одан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман аала жариятайни фа ахсана илейхима кунна лаху хижабун минан нар." Кім деген екі қызды тәрбиелеп өсірген болса, онда не деді? Ол ертең оның тозаққа түсуіне қалқан болады деді. Бұның бәрін пайғамбар не үшін айтып жатыр? Оларға жақсы қарым-қатынас жасауымыз үшін, оларға дұрыс тәрбие беруіміз үшін, оларды сондай дәрежеде құрметтеуіміз үшін міне осындай нәрселерді айтып жатыр. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Аллах Тағала аятында келеді: «Уааширухунна бил ма'руф» Сендер әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп бұйырып жатыр да. Кім бұйырып жатыр? Әлемдердің Раббысы Алла, сендер әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар дейді. Яғни оларды исламға дейінгі жағдайға түсірмеңдер сендер. Олар бір пайдаланатын зат сияқты болып қалмасын. Үйіңнің тірлігін істейді, барасың, рахатыңды содан аласың, ұрғың келсе рахаттан ұрып аласың, бәрін рахатта, шахватыңды да соған басасың. Үйіңнің тірліктерін істейді. Енді сөйтіп істеп айтқан адаммен қайтып қарым-қатынас жаса дейді. «Уааширухунна бил ма'руф» Олармен жақсы қарым-қатынаста болыңдар.
Яғни әйел деген кім дейді ғой жалпы. Әйел деген кім деген кезде не істеуіміз керек, біз ойлануымыз керек. Әйел кім? Ең бірінші ана. Ешкім анасыз дүниеге келмейді. Адам алейхиссаламнан басқасының барлығы анадан тарайды. Қазақ айтады, алып та анадан туады дейді. Сондықтан әйел кім? Ол ана. Әйел кім? Ол сенің қызың. Әйел кім? Ол сенің жұбайың. Ол сенің жарың. Ал әйел кім? Ол сенің апаң немесе қарындасың. Әйел кім? Ол күйеуінен айырылған жесір әйелде болуы мүмкін. Енді осының әрқайсысына біз жақсы қарым-қатынас жасауымыз керек. Ең бірінші кім дедік? Әйел ол ана дедік. Егер де әйелді ана деп құрметтесек, Аллах Тағала Құран кәрімде وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Әлемдердің Раббысы Алла өзіне құлшылық қылудан кейін ата-аналарыңа жақсылық қылуды бұйырды дейді. Біз өзіміз Аллаға құлшылық қыламыз, содан кейін екінші нәрсе ата-аналарыңа құлшылық қылыңдар. Не істеңдер? Ата-аналарыңа жақсылық қылыңдар. Әсіресе анаң, білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жақсы қарым-қатынас жасауға бұл өмірде кім лайықты деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уммук, анаң деді. Тағы сұрады, анаң, тағы сұрады, анаң, 3 рет анаң деп жауап берген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан әйел затын ана деп қарасақ, осылай құрмет көрсетуіміз керек. Одан кейін екінші не дедік? Әйел сенің қызың дедік. Егер де сені әйел қызың деп қарайтын болсаң, егер де сен қызыңды жақсылап тәрбиелеп, жақсылап өсіріп, құтты жеріне қондырсаң, не болады? Алла сені жәннатқа кіргізеді. Алла сені жәннатқа кіргізеді осы нәрсеңмен. Ал біз қазіргі кезде бұл өмірде жәннатымыз бар дейміз. Қаншама біздің ағаларымыз бар, көкелеріміз бар. 5 қызы бар, 10 қызы бар, 8 қызы бар. Садақаларда отқан кезде, сенікі жәннат қой деп қояды жаңағы. Сен 10 қызың бар ғой, жаңағы 5 қызың бар ғой деп қояды да. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны туғызып тастап жәннатқа кіргізесің деген жоқ. Қашан кіресің деді? Оған жақсы тәрбие берсең ғана жәннатқа кіресің. Сондықтан біздің ағаларымыз бар, көкелеріміз бар, бауырларымыз бар. Ол қызды дүниеге келтіріп қана қоймау керек. Оған діни жақсы тәрбие беру керек. Ол өзінің Раббысын тану керек. Ол өзінің пайғамбарын тану керек. Ол дінінің үкімін білу керек. Және де ерге қалай құрмет көрсету керек екендігінде үйрену керек. Міне осы нәрселердің барлығын үйренгеннен кейін сенің путевкаң бар деп айтуға болады да содан кейін. Ал сен қалай айтасың, сен ол нәрселерді үйретпесең? Әйел егер қызың деп қарасаң, міне осылай бағалау керек қызды. Әйел кім дедік? Ол сенің қарындасың, ол сенің апаң. Аллах Тағала Құран кәрімде иннамал муъминуна ихва. Яғни сенің қарындасың, бауырың, тағы да мұсылман. Мұсылмандар бір-біріне бауыр, жақсы қарым-қатынаста болу керек. Оны біреудің қолына мәжбүрлетіп қоймауың керек. Яғни оның да тәрбиесіне, апасының немесе қарындасының тәрбиесіне ер мұсылман адам міндетті түрде қарау керек. Не үшін ертең сұраласың сенің отбасыңдағы сол азаматшадан? Түннің ішінде 2-де 3-те тұрып алып, көшенің бұрышына алып бір жігітпен жабысып тұрмау керек ол. Қазалдағы осы жердегі жүргендердің барлығы біреудің апасы, біреудің қарындасы ғой, сол бұрышта біреумен сүйісіп тұрған. Соны шығармау керек та үйден. Қарау керек сол нәрселерге. Егер де солай ол өсіп, солай кететін болса,
саған жәннат жоқ. Ол өтірік емес қой, барлығымыз білеміз бұл нәрсенің болып жатқандығын, қоғамда, ортамызда, өзіміздің. Сондықтан біз оны апамыз деп, қарындасымыз деп бағалайтын болсақ, ол да біздің жәннатқа апарар жолымыз болып табылады. Одан кейін әйел кім? Ол сенің жарың. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сендердің іштеріңдегі жақсыларың әйелдеріңе жақсы қарағандарың деді. Жоғарыда айтқан сияқты, ол қатын ғой, пәлен ғой, түген ғой, бірдеңе десе бір удар берем, бір шапалақ берем ғой, болды деген сияқты әңгіме болмау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисі бар. Ла яфрак муъминун муъминатан. Мұсылман еркек мұсылман әйелге естемесін, ренжімесін, яғни арыздаспасын, ренжіспесін. Ин кариха минха хулуқун. Егерде әйелдің бір мінезі оған ұнамаса дейді. Бір әйелдің бір мінезі күйеуіне ұнамауы мүмкін да, бірақ та соған қатты ашуланып, соған қатты не істемесін дейді. Радия минха ахир. Мүмкін оған басқа бір ұнайтын мінезі шығып қалар дейді. Яғни біз бірден естейміз, әйелдер жамандауға тырысамыз ғой. Пәлен, түген, көкпет, бәле, анау, мынау. Жоқ. Оның бір мінезі саған ұнамауы мүмкін да, бірақ та оның саған жасап жатқан қызметін ойландық па? Бір әйел бір сахабаға ұрысқан екен да. Даусын көтерген ғой енді. Сөйтіп әлгі сахаба Омар радиаллаху анхуға барады. Омар радиаллаху анхуға бар айтайын, мынау маған осындай қарсы шығып жатыр деп айтайын дейді. Сөйтіп Омар радиаллаху анхудың есігінің алдына барып, жақындап есігін тоқылдатайын десе, Омар радиаллаху анхудың әйелінің дауысы шығып жатыр дейді. Яғни Омарға кішкене даусын көтеріп сөйлеп жатыр дейді. Сөйтіп, мұсылмандардың әмірі Омарға ұрысып жатқан кезде мен оның қасында кіммін деп қайтадан кетіп бара жатыр дейді жаңағы сахаба. Сөйтіп Омар есігінің алдынан шығып көріп қалады жаңа келген. Не істеп жүрсің? Шақырып келді. Неге келдің? Дейді. Сол кезде айтады, менің әйелім маған дауыс көтеріп сөйледі дейді. Мен соны сізге келіп шағымданайын, айтайын деп едім. Сіздің де әйеліңіздің кішкене дауыс көтергенін естіп қалып кетіп бара жатырмын деген кезде не дейді? Егер де әйелің сенің кіріңді жуса, әйелің сенің тамағыңды жасаса, әйелің сенің барлық жағдайыңды жасап тұрса, сенің шахуатыңды да қандырып, барлық нәрселеріңді істеп тұрса, сен оның бір сондай мінезін көтере алмайсың ба дегенде.